Ассалаумағалейкум, армысыздар, құрметті көрермен, YouTube көрермені. Назарларыңызға футболдан отандық командаларымыздың Еврокубок турнирлеріндегі ойындарына шолуымызды ұсынамыз. Осы аптада Еврокубок турнирлерінде 3-ші іріктеу раундының бірінші ойындары өткен болатын. Онда елімізден Астана, Қостанайлық Тобыл және Ақтөбе командалары қатысуда. Бірінші Еуропа лигасындағы Астана командасының ойыны бойынша айтайық. Еуропа лигасында еліміздің чемпионы Астана командасы Болгарияның чемпионы тәжірибелі Лудогорец командасымен кездесті. Бұл екі команда да өздерінің Евро жорықтарын Чемпиондар лигасынан бастаған болатын. Екеуі де оның бірінші раундын өтіп, екінші раундында жеңілген болатын. Астана Хорватияның Динамо Загреб командасынан өте алмаса, ал Лудогорец Словенияның Олимпия Любляна командасынан айласын асыра алмады. Енді осы екі команда Еуропа лигасына ауысқан болатын. 8 тамызда Астана аренада өткен Астана Лудогорец текетіресінің бірінші ойынында Астана командасында басымдық байқалды. Өз алаңында жанкүйерлерінің қолдауының арқасында болар, алыс сапар жасаған қарсыластар бағына келе алмады ма? Әйтеуір Астананың көптеген гол салатын тамаша мүмкіндіктері болды. Мысалы, матч бастала салысымен Ян Вороговский соққан доп қарсылас қақпасының маңдайшасына тиіп кейін қайтты. Уреганың қапталдан керемет өтіп берген пасын Дарбо қақпаның қақ алдында тұрып енгізе алмағанын да атап өтуге болады. Қарсылас команда да шабуылға шығып тұрды. Олардың да біршама гол салатын мүмкіндіктері болды. Олар тек бір рет гол сала алды. Қалған сәттерде Астананың жолы болды деуге болады. Қақпашымыз Йосип Чондричтің көрсеткен шеберлігін де атап өтейік. Дегенмен Жарко Томашевич пен Александр Марочкиннің баспен соғып салған голдары Астанаға бұл ойында 2-1 есебімен жеңіс әкелді. Текетіресінің жалпы есебі қалай болатынын біз бір аптадан кейін 17 тамызда Болгарияда өтетін қарымта матчтан кейін білетін боламыз. Бір әттең айы Астана командасы өз алаңында ірілеу есеппен ұтатын еді. Соны іске асыра алмады. 2-1 есебі ойын барысымен сәйкес келмейді деп есептейміз. Бірақ Астана мен Лудогорец тең дәрежелі командалар болып көрінді. Дегенмен Болгарияда біздің жігіттер жеңіле қоймас деп сенеміз. Астанаға сәттілік тілейміз. Астана Лудогорецті өткен жағдайда олар турнирдің келесі сатысында Нидерландық Аякспен кездеседі және Еврокубок турнирінің топтық кезеңіне шығу құқығына ие болады. Аяксты өтсе Еуропа лигасының, ал өтпеген жағдайда Конференция лигасының топтық кезеңіне жолдама алады. Енді Конференциялар лигасына өтейік. Мұнда 10 тамыз күні бірінші болып Қостанайда Тобыл Дерри Сити матчы өтті. Атақты швейцариялық Базельді турнирден шығарып тастаған Тобылдан осы матчта көпшілік болып жеңіс күттік. Жай жеңіс емес, бірнеше гол айырмасымен болатын айқын жеңіс күткен едік. Себебі қарсылас Дерри Сити командасы Базельге қарағанда деңгейі мен рейтингі жағынан едәуір төмен еді. Дерри Сити негізінде Солтүстік Ирландияның командасы, бірақ кезінде саяси және діни себептерге байланысты олар амалсыздан Ирландия чемпионатына қатысуға өтініш беріп, сонда қабылданған болатын. Содан бері олар Ирландия чемпионатында өнер көрсетеді. Жалпы ондай командалар бар, мысалы Уэльстің Суонси Сити және Кардиф Сити командалары Англия чемпионатында, ал Монако командасы Франция чемпионатында ойнайды. Әрине, Қостанайдағы ойында Тобыл фаворит болды. Матч басталысымен олар алға ұмтылды. Жылдам гол салатын мүмкіндіктері де болды, бірақ гол болмады. Қарсылас команда да оңтайлы сәттерін тиімді пайдалануға тырысты. Азды көпті шабуылдады. Бірінші таймда гол болмады, ал екінші таймда ойынның 65-ші минутында Тобылдың қорғаушысы Роман Асранкулов әдемі голымен есеп ашты. Осы гол матчтағы бірінші әрі соңғы гол болды. Қарымта ойын бір аптадан кейін Ирландия астанасы Дублинде өтеді. Тобылға сәттілік тілейміз. Конференциялар лигасына Қазақстаннан қатысушы тағы бір командамыз Ақтөбе өзінің ойынын сырт алаңда Румыния кубогының иегері Сепсимен өткізді. Бұл матчты Ақтөбе жаман өткізбеді, әсіресе жақсы нәтижеге қол жеткізді. Қарсылас команданың алаңында тең ойнады, гол салды. Матчтағы есепті ақтөбеліктер ашқан болатын. Бірінші таймда басымдық командалар арасында ауысып отырды, ал екінші таймда алаң иелері күшейді. Оған қарамастан Ақтөбенің бразилиялық шабуылшысы Элдер Сантана ойынның 65-ші минутында Максим Самородов орындаған бұрыштамадан кейін топты баспен соғып командасын алға шығарады. Алайда қарсылас командада қарап қалған жоқ. Оның тыңнан шыққан венгриялық шабуылшысы Варга 89-ші минутта есепті теңестіріп кетеді. 1-1 есебімен ойын аяқталады. Қарымта ойын келесі бейсенбіде Ақтөбеде өтеді. Ақтөбе командасына сәттілік тілейміз. Осымен Еврокубок турнирлеріндегі қазақстандық командалардың ойындарына шолуымыз аяқталды. Бізді қарағандарыңызға көп рахмет. Каналымызға жазылыңыздар, лайк басыңыздар және келесі кездескенше сау болыңыздар.